Баршаңызға сәлем достар, сіздермен Балнұр. Бүгін сіздерге асқабақтың көптеген пайдасымен әрі зиянды тұстарымен бөлісемін. Міндетті түрде видеоны соңына дейін қарап, лайк, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Менің асқабақтарым әдемі болып тұрсын деп, осылай түрлеріне рең кіргізіп қойдым. Ал ендеше мен бастаймын. Асқабақтың адам ағзасына пайдасы ежелден белгілі. Бұл көкөністі тамақ ретінде жеу арқылы ағзаны қажетті дәрумендер мен минералды заттарға толықтырасыз, әрі көптеген дертке дауа болатын қасиеті бар. Әсіресе асқабақтың дәні өте пайдалы заттардың қайнар көзі. Асқабақ ең алдымен темір тапшылығы анемиясына қарсы табиғи ем. Өйткені онда темір мол және асқазан құрамындағы темір ағзаға толығымен тез сіңетімен ерекшеленеді. Онда басқа көкөністерде кездесе бермейтін К және Т витаминдері бар. Бұл екеуі де қан құрамына оң ықпалын тигізеді. Т витамині тромбоциттердің түзілуі үшін қажет, К витамині қан құрамындағы түзілістерге әсер етеді. Асқабақ құрамындағы пектиндер холестериннің жауы, сондықтан оны алдын алу мақсатында жиі пайдаланған жақсы. Көздің көру қабілеті үшін аса қажетті зат. Каротинге бай көкөніс те осы асқабақ. Каротиннің онкологиялық аурулардың алдын алуға септігі тиетін де қасиеті бар. Ежелгі Үндістанда асқабақ жастық шақты ұзартатын ас саналған екен. Бүгінгі ғылым мұны асқабақ құрамындағы Е витаминмен байланыстырады. Бұл витамин күшті антиоксидант, ал жалпы асқабақта С және В тобы витаминдері темірден өзге магний, калий, кальций, фосфор және фтор бар. Соған қарамастан ол ағзаға жеңіл сіңеді, әрі қорытылып біткенше зат айналымын жақсартып үлгереді. Жаңа асқабақ жырны табиғи ұйықтататын дәрі. Асқабақ дәндері өте пайдалы, ал тұқымдар толық піскен асқабақтың денсаулығына қарағанда әлдеқайда пайдалы. Жастың тұқымдары. Оңтүстік Америка үндістерінде кептірілген асқабақ жолақтарынан кілемшелер мен төсеніштер жасаған. Қырғызстанда қымызды сақтауға арналған бөтелкелер ерекше сортты асқабақтан жасалады. Олар бұл дәстүрді сусынды ұзақ сақтайды деп айтады. Жылына бір рет Жапонияда үлкен асқабақ фестивалі өтеді. Үндістер асқабақты ертеден жегенімен, еуропалықтар бұл жеміске алғашында сенбей, тек 16 ғасырда ғана жей бастаған. Әлемдегі барлық асқабақтың көпшілігі ақш-та өсіріледі. Орталық Азияның кейбір елдерінде үлкен асқабақтардан кішкентай ән құстарына арналған торлар жасалады. Асқабақтың түсі әртүрлі: қызғылт, сары, ақ, жасыл, көк және тіпті жолақты. Пішіндері де әртүрлі: дөңгелек немесе ұзартылған алмұрт тәріздіге дейін. Бұл жемістердің калориясы өте темен. Бір келі асқабақтың құрамында небәрі 250 кал бар. Асқабақты қалай таңдауға және қалай сақтауға болады? Сатып алу алдында сіз асқабақтың сыртқы түріне назар аударыңыз және қабығы зақымданбаған, сабағы кесілмеген болу керек. Бұл ұзақ мерзімді сақтауды қамтамасыз етеді.
Асқабақ үшін тамаша орын жертөле немесе басқа салқын әрі жарық өткізбейтін орындар тиімді. Жақсы жағдайда көкөніс бірнеше жыл жатуы мүмкін, бірақ оны бірнеше ай ішінде қолданған дұрыс. Уақыт өте келе асқабақтағы қоректік заттардың мөлшері азайып кетеді. Асқабақтың тағам дайындауда қолданылуы. Асқабақ қосылған рецепттер әлемнің барлық дерлік асханаларында бар. Бұл көкөністен арпалар, сорпалар, десерттер және балаларға арналған пюрелер және жарма жасауға болады. Одан бөлек басқа да ингредиенттермен пісірсеңіз болады, яғни қиял ештеңені шектемейді. Әрі шикі асқабақтардан салат қосып жасалынады. Ол адамның денсаулығына, ағзасына өте үлкен пайдасын тигізеді. Асқабақты жегенде ұрығын жуып, кептіріп, дәнін алады. Асқабақ усыз, дәмді жеміс. Дәні, сабағы, еті әйелдердің ағзасындағы емшек сүтін молайтады. Асқабақтың уытты қайтарып, қабынуды жазып, ауырғанды басу тәрізді де қасиеттері өте көп. Бір ғажабы, асқабақты қысқа сақтағанда ол толықтай пісіп жетіледі. Сондықтан да оның күзде пісіп үлгермеген жиектерін де қалдырмай жинап алу қажет. Халық емшілері асқабақты несеп және жыныс жүйесінің көптеген ауруларын емдеуге қолданады. Асқабақтың несеп айдаушы, қабынуға қарсы, ет айдағыш, таяуда барлық жемістер мен көкөністер пісіп, бақшалардан жинала бастайды. Әсіресе осы көкөністердің ішінде асқабақтың пісуін көпшілігіміз асыға күтеміз. Бәріміз асқабақтың өзін ұнатсақ, енді біріміз одан жасалған тағамдар мен дәмді бәліштерді сүйеміз. Келісіміз оның ерекше дәмді бар сүйектерін, дәнектерін қалаймыз. Дәнектер демекші, сіз олардың пайдасы шаш етектен екенін білесіз бе? Білмеген болсаңыз, бүгінгі жазба сіздер үшін. Жүрек пен қан тамырына пайдасы. Асқабақ дәнектерінің құрамында жүрек жұмысын қалыпқа келтіре алатын магнийдің жеткілікті мөлшері бар. Магний жүрек бұлшықеттердің жұмысын жақсартып, ырғақтың бұзылуына тосқауыл. Ми жұмысын жақсартады. Асқабақ дәнектерінің құрамындағы триптофан амин қышқылдары ағзамыздағы серотиннің өнуіне жол ашады. Бұл ұйқының толықтай жақсаруына септігін тигізе алады. Дәнек бойындағы цинк бас мидың жұмысын қалыпқа келтіріп, есте сақтау қабілетін жақсартып, ағзадағы шаршауды басады. Ішек үшін пайдалы. Дәнектердегі жасынық ішек жұмысын белсенді етіп босата алады. Іш қату қиындықтарына тап болатын оқырмандарымызға күнделікті тағамға асқабақ дәнектерін қосуға кеңес берген болар едік. Ішек құртымен күресе алады. Асқабақ дәндері халық медицинасында ішек құртқа қарсы қолданылатын ең әсерлі құрал. Паразиттермен алысып жүретін адамдар дәнектерден кейін көп уақыт өтпей жатып, бар қиындықтан арылып жатады. Теңіз ауруына шалдыққан науқастарға асқабақ дәндері ауадай қажет. Олар қатты ауытқу кезінде пайда болатын жүрек айнуын басады. Жүкті әйелдерге жүктіліктің ең алғашқы айларында маза бермейтін жүрек айнуларымен жақсы күресе алады. Көптеген болашақ аналар асқабақ дәнектерінің арқасында жеріктіктің ең қиын кезеңдерін жеңе алады. Ерлерге пайдасы. Асқабақ дәнектерінде жеткілікті мөлшерде омега-3 майлы қышқылдар мен цинк бар. Олар еркектердің ағзасындағы темір деңгейінің төмен түсіп кетуінің алдын алады. Ескерту. Асқазан ішек жолдары қатты бұзылған, ішек жолдары зақымданған, асқабақ шырының қышқылдығы жоғары адамдарға асқабақ дәнектерімен әуестенбеуге кеңес етеміз. Ғалымдар асқабақ ағзаны жақсартатын көкөніс екенін айтады. Асқабақ түрлі дәруменге бай және емдік қасиеті бар.
Мамандар оның ағзасының жасаруына септігін әбден тигізеді деп айтады. Мұндай зерттеуді америкалық ғалымдар жасаған. Ол адам денсаулығына оң әсерін тигізеді. Мамандардың айтуынша, асқабақтың құрамында А және Е дәрумені бар. Сондай-ақ ол әжімді жазып, теріні жақсартады. Ал көкөністегі С дәрумені безеуді азайтып, адамның жас көруіне жағдай жасайды. Ғалымдар асқабақты күнделікті жеу шаш пен тырнақтың жағдайымен қатар ұйқыны да жақсартатынын айтады. Бұдан бөлек шаршағанды басып, есте сақтау қабілетін арттырады. Асқабақ дәнінің майы және оның пайдасы. Адам ағзасына қажетті С, В1, В2, В5, Е, ағзадағы зат алмасуды реттейтін Т және қанның ұюына ықпал ететін К дәрумені. Калий, кальций, темір дәл осы асқабақ дәнінің майында көптеп кездеседі. Асқабақ майы қуырылған асқабақтың дәнінен сығып алынады. Пайдасын қарайық. Көру нашарлағанда, қан аздық, артық салмақтан арылуға, өт айдауға көмектеседі. Паразит, простатит, бүйрек, бауыр ауруларына пайдасы өте зор. Шлактан тазартып, зат алмасуды тұрақтандырады. Жүрек әлсіздігінен құтқарады. Несеп жүргізетін, ыстықты түсіретін қасиеттері де бар. Ішек құрттарын түсіру үшін пайдалануға болады. Асқабақ дәнінің майы және оның пайдасы. Адам ағзасына қажетті С, В1, В2, В5, Е, ағзадағы зат алмасуды реттейтін Т және қанның ұюына ықпал ететін К дәрумені. Калий, кальций, темір дәл осы асқабақ дәнінің майында көптеп кездеседі. Асқабақ майы қуырылған асқабақтың дәнінен сығып алынады. Пайдасын қарайық. Көру нашарлағанда, қан аздық, артық салмақтан арылуға, өт айдауға көмектеседі. Паразит, простатит, бүйрек, бауыр ауруларына пайдасы өте зор. Шлактан тазартып, зат алмасуды тұрақтандырады. Жүрек әлсіздігінен құтқарады. Несеп жүргізетін, ыстықты түсіретін қасиеттері де бар. Ішек құрттарын түсіру үшін пайдалануға болады. Егер де сіздер менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп, лайк, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Сіздермен болған Балнұр, қош, сау болыңыздар.